Қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының зират және зиярат мәдениеті құжатына сай жерлеу тәртібі енгізіліп жатыр. Бұл іс жүзеге де асып жатыр. Жалпы Аллах тағала Құран-ы Кәрімде «Күллу нафсин заиқатул маут» әрбір тірі жан бір күні өлімнің дәмін татады делінген. Мұсылмандар үшін қабір мәңгілік өмірдің алғашқы қақпасы болса, ақырет әлемнің бастауы болып есептелінеді. Бүгінде жерлеу рәсімі шариғат нормаларына және ата-баба дәстүрлеріне сәйкес болуымен бірге өркениет көшінен де артта қалып қалмау керек. Одан кейін көпшіліктің сұранысы бойынша жерлеу рәсімінде ысырапшылдық пен бәсекелестікке жол бермеу мақсатында, сонымен қатар жалпыға ортақ мәдениет қалыптастыру үшін зират аумағында төмендегі талаптардың сақталуы қажет екендігін ескертеді. Бірінші талап, мәйіт зират картасында белгіленген орынға ғана ХМДБ бекіткен тәртіпке сай ғана жерлену керек. Екінші талап, жеке қабірге кесене тұрғызуға, қоршауға, қорған салуға оған тыйым салынады, яғни ысырапшылдыққа тыйым салынады. Үшінші, қабір басына белгі ретінде биіктігі 1 метр, ені 50 сантиметрден аспайтын құлпытас қана қойылу керек, осыған ғана рұқсат береді. Төртінші талабы, құлпытасқа марқұмның аты жөні, туған жылы және қайтыс болған уақыты ғана жазылады. Сондай-ақ марқұм туралы мәлімет алғылар келсе, QR-код сол құлпытасқа белгіленеді. Сол жерден оның марқұм туралы мәлімет алуға болады. Бесінші, тірі адамдар үшін зираттан алдын ала орын алуға рұқсат бермейді. Қашан адам баласы бақилық болады, содан кейін ғана зираттан орын алуға рұқсат беріледі. Жалпы Аллах тағала Құран кәрімде айтады: «Уалақад каррамна бани адама». Расында біз адамзат баласын құрметтеп қойдық дейді. Қараңыз. Екінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір сахабаны жерлеп жатқан кезде, жаңа сахаба тым ұзын болады, аяғы табыттан шығып қалады. Сол кезде пайғамбардың сахабаларының бірі бұл кісінің аяғын сындырып, табытқа сыйымды қылайық дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатты сөгіс беріп: сендер өздеріңнің бауырларыңды тірі күнінде қалай құрметтесеңдер, өлгенде де дәл солай құрмет көрсетіңдер деді. Бұл қазақтың мына сөзіне саяды: өлі разы болмай, тірі байымайды дейді. Міне Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы аятты алғалы отырып, осы пайғамбардың сөзін алдыға қоя тұрып, ата-бабамыздың сөзін алдыға қоя тұрып, осы ысырапшылдыққа жол бермеу мақсатында осындай бірнеше тәртіптерді түзіп, қазіргі таңда осы істі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы істі бастап кетті. Аллах тағала осы істің соңын иншалла жемісті қылғай.